Сәлеметсіңдер ме балалар? 29-шы сабақта қорытындылау тақырыбын өтеміз. Біз осы оқуға дейін шамалардың мәндерін салыстыруды, жиындардың қиылысуы мен бірігуін, мүмкіндіктер тармағын құруды үйрендік. Бірінші тапсырмада біздің сыныпта кейбір оқушылардың сүйікті пәні ретінде математика мен қазақ тілін атайды. Сұрақтарға жауап бер дейді. Суретке қарайғы математика, қазақ тілін ұнататын балаларды тұр, ортасында екеуін де ұнататын балалардың аттары тұр. Енді қарайық, неше оқушы математиканы сүйікті пәні деп санайды? Қарайық, үшеуі тек қана математиканы қазақ тілімен бірігіп, төртеу, яғни 7 бала. Неше оқушы қазақ тілін сүйікті пәні ретінде санайды? Санайық, 8 бала екен. Неше оқушы математиканы да қазақ тілінде сүйікті пәні деп есептейді? 4 бала, ортадағы қиылысқан жерінде тұр. Санжардың математиканы да қазақ тілінде жақсы көретіні рас па? Санжар екеуінің ортасында тұр. Майраның математиканы жақсы көретіні рас па дейді. Математиканы жақсы көретіні рас. Екінші тапсырмаға қарайық. А нұсқасында 2-ге бөлінетін бір таңбалы сандар жиынын көк дөңгелекке, ал 3-ге бөлінетін бір таңбалы сандар жиынын қызыл дөңгелекке жаз. Әрбір жиында неше элемент бар? Осы жиындардың қиылысында неше элемент бар дейді. Мысалы, 2-ге бөлінетін сандар 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 деп жазамыз да, бірақ 6-ны екеуінің қиылысқан жеріне жазамыз. Өйткені 6 3-ке де бөлінеді. Енді қызыл дөңгелекке 3-ге бөлінетін қандай сандар бар? 3, 6, 9. Сонда 6 қиылысқан жерінде екеуіне де бөлінетін сан болып тұрады. Ә нұсқасында 2-ге бөлінетін 20-ға дейінгі сандар жиынын көк дөңгелекке, 3-ге бөлінетін 20-ға дейінгі сандарын қызыл дөңгелекке жаз. Әрбір жиында неше элемент бар? Осы жиындардың қиылысқанда неше элемент бар дейді. Енді 20-ға дейінгі сан болса, ол 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 болады. Енді қараңдар, 6 да 12 де 18 де 3-ке бөлінетін сандар. Сондықтан олар қиылысқан жерінде жазылады. Енді 3-ке бөлінетін сандар жазайық. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Бұлар 3-ке бөлінетін жағында жазады. Мінекей, 3, 9, 15 қана қызыл дөңгелекке жазылады. Өйткені 6, 12, 18 екеуінің қиылысқан жерінде тұр. Қиылысқан жерінде 3 элемент жазылып тұр. Үшінші тапсырманың А нұсқасында есепті шығар дейді. Сыныпта 3 қатардың әрқайсында 3 партадан бар. Сыныпта барлығы неше парта бар дейді. 3 партадан 3 қатарда тұрса, 3-ті 3-ке көбейте саламыз. Сыныпта барлығы 9 парта бар екен. А нұсқасында есепті шығар дейді. Осы есептің А нұсқасымен салыстыр дейді. Сыныпта 3 қатардың әрқайсында 3 партадан бар. Сыныпта тағы 4 парта әкелді. Барлығы неше парта болды дейді. Енді 3 партадан 3 қатар, біз бағана айттық 9 болды. Енді тағы да 4 парта әкелінді. Сонда ол 9-ға 4 қосамыз. Сонда 13 парта болды. Ал енді Б нұсқасында қысқаша жазылу бойынша кері есеп құрастыр дейді. Әге кері есеп. Болғаны қанша парта екен белгісіз, бірақ 3 қатар. Әкелінген 4 парта барлығы 13 парта болды дейді. Яғни 13-тен 4-ті алып тастаймыз. Сонда 9 болды. Енді 9-ды 3-ке бөлеміз. Сонда сыныпта 3 қатардың әрқайсында 3 партадан бар дейді. Енді екіншісін қарайық. Болғаны 3 парта, 3 қатар, әкелінгені қанша парта екені белгісіз, бірақ барлығы 13 парта болды. Бұны табу үшін 13-тен 3-ті алып тастаймыз. 13-тен 3 көбейту 3-ті алып тастаймыз, 9 партаны. Сонда 4 парта қалады. Яғни сыныпқа 4 парта әкелінді дейді. Одан кейінгі үшінші есебі, болғаны 3 партадан қанша қатар екені белгісіз, бірақ әкелінгені 4 парта. Сонда барлығы 13 парта болды. Оны шығару үшін 13-тен 4-ті аламыз, 9 болады. Енді 9 партаны 9-ға бөлеміз. 3-ке бөлеміз дегенде 9-ды 3-ке бөлсек 3 болады. Яғни жауабы сыныпта 3 қатар парта болды. Төртінші тапсырмада есепті шығар, берілген есепке кері есеп құрастыр дейді. Мектептегі жөндеу жұмысына 3 килограммнан 2 құты көк және 15 килограмм ақ бояу сатып алынды. Барлығы неше килограмм бояу сатып алынды дейді. Егер көк бояудан 3 килограммнан 2 құты болса, 3-ті 2-ге көбейтеміз, сонда 6 болды. Енді 6 килограмм. Енді ақ бояудан 15 килограмм соған қосамыз. Сонда барлығы 21 килограмм бояу сатып алыныпты. Енді кері есеп шығарайық. Көк бояудан белгісіз қанша килограмм екені, бірақ 2 құты әкелінді. Ақ бояудан 15 килограмм әкелінді. Барлығы 21 килограмм болды. Бұны табу үшін 21-ден 15-ті алып тастаймыз. Сонда 6 килограмм көк бояу болды. Енді 6 килограмм көк бояудың 2 құтысы бар. 6-ны 2-ге бөлсек 3 болады. Яғни көк бояудың 3 килограммнан 2 құты әкелініпті.
Бесінші тапсырмада көрсетілген қосындының мәні шығу үшін әр толған 3-3-тен сан таңдап ал дейді. Біріншісінде 100-де 3-3-тен сан таңдап ал дейді. Яғни 40-ты таңдаймыз, одан кейін 45-ті таңдаймыз, одан кейін 15-ті таңдаймыз. Сонда 100 шығады, 40-қа 45 қосамыз 85, оған 15 қоссақ 100 болады. Екінші 990. 990-ға 3 дөңгелекті таңдайық. Алдымен 130-ды таңдаймыз, одан кейін 410, одан кейін 450. Сонда 130-ды 410-ға көбейтсек 540 болады, 540-қа 450-ді қоссақ 990 болады. Одан кейінгі топтан 88-ге 3 тал домалақты таңдауымыз керек. Оған 44, 24, 20-ны таңдаймыз. Сонда бір-біріне қоссақ 88 болады. Одан кейінгі топтан 77-ге қандай сандар таңдаймыз? 33, 44 және 0-ды таңдаймыз. 33-ге 44 қоссақ 77 болады. Жетінші тапсырмада заттың бағасын, санын, құнын қалай табу керектігін есіңе түсір, есеп бойынша өрнек жаз дейді. Алдымен бірінші кетіргіш 6 теңге тұрады. 30 теңгеге қанша кетіргіш сатып аламыз? 36-ға бөлсек 5 кетіргіш сатып алады екенбіз. Одан кейін 7 теңгелік сызғыштан 5 дана сатып алсақ қанша теңге болады? 7-не 5-ке бөлсек 35 болады. Енді 8 дана дәптерді 40 теңгеге сатып алдық. Сонда бір дәптер қанша теңге болды? 40-ты 8-ге бөлсек 5. Бір дәптер 5 теңге екен. Жетінші тапсырмада есептеулер беріліпті. 75 дециметр квадратқа 45 дециметр квадрат қосақ 120 дециметр квадрат болады. 4 метр квадратты 8-ге көбейтсек 32 метр квадрат болады. 45 сантиметр квадратты 5-ге бөлсек 9 сантиметр квадрат болады. 800 метр квадраттан 235 метр квадрат алсақ 565 метр квадрат болады. 8-ші тапсырманың 2, 7, 9 цифрларын пайдаланып қанша 3 таңбалы сан жасауға болады? Шешімін көрсету үшін 3 түрлі қарындаш пайдалан. Мүмкіндіктер тармағын құр дейді. 2, 7, 9 санын қойсақ 3 таңбалы сан шығу үшін ол жерде қандай сан болуы мүмкін? 279, 297, немесе 729, 792, немесе 927, 972 саны шығады. Яғни осы 3 санды пайдаланып 6 3 таңбалы сан жазуға болады екен. Мүмкіндіктер тармағын осылай көрсетсек болады. 9-шы тапсырмада өрнектерді оқып, олардың мәнін тап дейді. 35 бөлу 5, қосу 5, көбейту 6. Бірінші 35-ті 5-ке бөлеміз, одан кейін 5-ті 6-ға көбейтеміз, кейін бір-біріне қосамыз. Одан кейін 22 қосу 8, жақшаның ішінде бөлу 5, қосу 7. Алдымен жақшаның ішін орындаймыз, одан кейін оны 5-ке бөліп 7-ге қосамыз. Енді 45 бөлу 15 бөлу 3 қосу 75 дейді. Алдымен жақшаның ішін орындаймыз, одан кейін бөлуді орындаймыз, одан кейін 75-ті қосамыз. Тура осы сияқты басқа есептерді де толық шығарып аламыз. 10-шы тапсырмада ұпайлар саны, қосу және алу таңбаларын пайдаланып өрнектер жаз дейді. Енді қарайық. Ұпайлар саны бірінші 7 санының жанында 4 ұпай болып тұр, 7 санның жанында. Яғни 7-ні 4-ке көбейтеміз, оны қосамыз, 3 сан цифрларының жанында бірақтал точка тұр. Яғни 3-ті 1-ге көбейтіп. Сонда 7-ні 4-ке көбейтсек 28, оған 3-ті қоссақ 31 болады. Екіншісіне қарайық. 10-ның жанында 1 точка тұр, яғни 10 көбейту 1, 7-ның жанында точка жоқ, 3-тің жанында 4 точка тұр. 3 көбейтілген 4. Сонда 10-ды 1-ге көбейтсек 10, 3-ті 4-ке көбейтсек 12. 10-ға 12-ні қоссақ 22 болады. Одан кейінгіні қарайық. 7-ның жанында 2 точка бар, яғни 7 көбейту 2 қосу, 3-тің жанында 3 точка бар. 3-ті 3-ке көбейтсек 9 болады. 14-ке 9-ды қоссақ 23 болады. Балалар, осымен сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.